жасымда келді балам деп отыр. Бірақ бізде алдында естеріңізде болса айта кеткенбіз, бізде әулетте бала үйленейін деп жатыр. Ол қызымен жүріп жатқанына 3 жыл болған. Олардың той күні әлі белгіленген жоқ. Папа айтты, ислам енді ана үлкен ғой, олар алдынан бері айтып жүрді. Той күні белгілесін, біз соған қарайды, одан кейін белгілейміз тойды дегенге келтірген болатын маған. Бірақ мен кішкентай мәселелерді үлкен қылып атқан кім екенін түсінбедім, бірақ менің өзіме тек жағымсыз пікірлер келіп жатыр. Мен өтірікші болып жатырмын, мен қашып кетіп жатырмын, анаммен таныстырудан қашып кетіппін шыңғырдан. Бұл жерде маңызды пікірлер емес қой, өз аузыңнан есту. Жәке айта кетейін барлығын. Негізі мен барған қадамым, шынарға айтпай кетсем де, мен жақсылыққа барған болатын Қызылордаға. Ең бастысы осы. Адам кішкене 6 ай болды ғой, 6 ай 5 ай болды ма, қанша уақыт болды өзі жүріп атқанымызға, иә? Адамның уже ыммен түсінетіндей дәрежеге жету керек деп ойлаймын мен. Ол мақсат емес, әр нәрсені бүйтіп айтып жеткізіп, ойбай былайынан болып жатыр. Шынайы өмірге қадам басатын болғаннан кейін мен әр нәрсені ескертуім саған маңызды деп ойламаймын өзім. Есеп бермеуім керек. Ең бастысы мен бұның жанындамын. Ең бастысы адалмын. Бұл қыз жақсы көретініне өзі де сенеді. Оған ешкімнің күмәні жоқ деп те өзім білемін. Сол себепті ол қалған нәрселер мен үшін сақ-түйек болып есептеледі. Қазірдің өзінде кішкене күмәндар да пайда болады. Осындай мәселелер болған кезде, ертең үйленгеннен кейін қалай боламыз, шыдам деген қайда қалады деген сияқты. Анам да кішкене біраз пікірлер айтты, бағана азымда самолеттен түстім, үйге бардым, асығыс келуім керек болды. Мамам да айтып жатыр, ислам не болып кетті, қатты уайымдап жатыр, анам да уайымдап кетті. Мама уайымдайтын ештеңе жоқ, Қызылордаға барып қайттым ғой жай. Просто қалауымда сондай болып жатыр. Барған ниетім осындай болып білесіз барлығы. Анам да кішкене көзқарасы ара қатынасымызға дұрыс болмай қалды. Оны бір қатты бір неған жоқпын, бірақ анамен ашылып дұрыстап сөйлесу керек, бағана асығыс болдым. Сол себепті бірақ көңілінен толмай жатқандығын жеткізді, иә? Не болып жатыр өзі ислам деді, сен вроде барып нормально барып келем деп не қойдың ғой, не бұл шынар ондай болып жатыр деген сияқты нәрселер. Оны нақтылап сөйлесу керек, шынардың өзімен де айтатын болса осы жерде айтатын барлығын айтсын, болмаса эфирден кейін сөйлесеміз ғой жақсылап. Түсіндіреміз, өзінікін айтсын, әрқашанда айтып жүр ғой өзінікін. Кешірім сұрау керек болса, мен жағына қателік болса кешірімді сұрайық. Үйреніп қалдық қой ол нәрсеге де сақ-түйекке де кешірім сұрауға. Ол проблема емес қазір. Айта саламыз. Кінәлі болса мойындай саламыз қазір. Ол проблема емес. Просто менің тарапымнан да түсінуге тырысып көру керек деп ойлаймын да. Қыз бала болғаннан кейін еркектің мойнына асылу керек қой, болды. Еркектің артынан ерсе, қасында жүрсе, қыздың көзіне қарап, ер адам шынайы жақсы көрген адамы оған не керек екенін өзі-ақ біліп жүре береді ғой негізі. Ол жаңағы айтып, ойбай маған мынау керек, мынау ең бастысы ер азаматтың миын ашытпау керек. Сол ашуланып жатыр ма, үндемей қоя салу керек. Шыдам деген бір аптаға бір аптаға ғана жетіп қоя салмау керек. Ол өмір бақи шыдам болу керек, өмір бақи болғаннан кейін. Өмір бақи осы адаммен болам дегеннен осы бастан өз-өзін дайындай білу керек. Сол менің айтқым келетіні, егер айтатыны болса, шынардың осы жерде барлығын айтып тастасын. Менің де бүйтіп не қылатын ештеңем жоқ. Өйткені Қызылордаға барғанның өзіне мен қазір кінәлі болып тұрмын да. Шыны керек, барша достарыммен де сөйлесіп жатырмын, ислам не болды саған дейді. Не болып жатыр ана жақта Алматыдағылар? Шынарға не болып жатыр? Не болып жатыр дейді, түсінбестік болды. Жағдай болды арамызда. Кішкене ғана сақ-түйек нәрселер, бұдан да үлкен нәрселер болған, шешкенбіз. Барғаннан кейін сөйлесем деп ойлағанмын, бірақ білмеймін, не болып жатқанын түсінбедім. Мен әлі 5 айдан бері әлі танымапты. Бірде былай деп айтып жатыр екен. Өзім көрген жоқпын, бірақ естіп жатырмын, бәрі звондап айтып жатыр. Сол мен айтқым келетін, айтатын нәрсесі болса айтсын шынар. Мен оны шынарды жамандап жатқан, не қылып жатқан дұрыс түсін, сені мысалы кетіп қалды деп ешкім жазғырып кінәлап жатқан жоқ. Тек қана түсінбедік деп айтып отырмыз да. Сол нәрсеге себепкер болып жатқан адамдар бар да, просто жаман ойлатуға себепкер болып жатқан адамдар мен соны айтқым келеді. Соны ашық айтып беріңдер ендеше. Негізгі мәселе мен түсінгенім бойынша әуелі түсініспеушілік болды, содан кейін кетті, содан кейін басталды бәрі. Сен өз тарапыңнан не айтасың? Ислам өзінікін айтты. Ұрыс неден басталды, соны айтшы, содан бастайықшы. Жоқ, оны айту маңызды деп ойламаймын. Өкінішке орай, қалай болса да, әр кикілжіңді, әр ұрысты біз осы бүкіл халықтың алдында шешу керекпіз. Және кей кезде бір-бірін түсінбей қаламыз. Қаттырақ сөйлесең. Өте өкінішті, ислам мені білмеймін, бір жау ретінде көріп отырғандай болып тұр, қазір айтқан сөзі. Өзіме бір түрлі болып тұр да. Алла сақтасын, жау көрген емес, не айтып отырсың сен қазір? Ондай әңгіме жоқ бұл жерде. Жүрдегі мәселе, шынар, адамды менің осы уақытқа танитындай уақытың келді сен білесің мен, иә? Қандай екен мінезімнің